Бүгінгі видеода бат пен дәрінің айырмашылығы туралы айтатын боламын. Видеоның соңында қызықты ақпарат айтылады. Соңына дейін қараңыз. Сәлем құрметті бауырлар, қалайсыздар? Бүгінгі видеодағы тақырып барлығымызды алаңдатады деп ойлаймын. Сол туралы егер сіз не ойлайсыз, комментария жазып кетсеңіз. Сосын егер видео ұнап жатса, лайк басып, басқа достарыңызға жіберіп, және де колокольчикті басып қойыңыздар. Колокольчикті басып қойсаңыздар, видеомды бірінші болып көретін боласыздар. Бат пен дәрінің айырмашылығы. Ең бірінші бат туралы айтамын. Бат менің ойымша ол тамақтан алмай қалған, мысалғы күнде балық жемейсіз, сол балықтан алу керек витаминді, осы баттардан алуға болады, яғни омега-3-лардан. Және де басқа қосымша жиынтығы бар баттар болады, түрлі витаминдер бар. Соны тамақтан ала алмай қалғанды толықтыруға болады деп ойлаймын. Бат ол тағамнан толық алмаған витаминдер жиынтығы. Бат ол адамның организміне керек витаминдер. Бірақ баттың шынымен де пайдасы бар ма, жоқ па, оны дәлелдей алмаймыз. Бір жағынан бат ішкенде ол өзімізді сендіру арқылы жақсы нәтиже алуға болады деп ойлаймын. Дәрі ол нақты ауырған жерімізді басамыз. Ол нақты белгілі, яғни симптомды дәрі басады. Ал баттан біз нәтижесін алу үшін ұзақ ішуіміз керек. Баттан нәтижені алу үшін негізгі ұзақ ішу керек. Ал дәрі ол бірден басады, өйткені ол құрамда химиялық қоспасы бар. Ол деген симптомдарды бірден басады, ауруды басады, яғни. Енді екеуін салыстырғанда бат әрине жақсы, бірақ оны ауырмай тұрып ішу керек деп ойлаймын. Ауырмай тұрып алдын алу деген бар ғой. Ауырмай тұрып батты ішіңіз, егер қатты ауырған жағдайда, яғни басқа нәрсеге басылмай жатса, әрине химиялық дәріні ішуге тура келеді, ол симптомды басады. Ал сіздер қалай ойлайсыздар, бауырлар? Сол туралы комментария жазып кетсеңіздер. Соңғы қорытынды айтарым, екеуі де өмірімізге керек заттар. Дәрі де батта. Дәріні ауырған уақытта ішсеңіз, батты ауырмай тұрып ішсеңіз, солай дұрыс болады деп ойлаймын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, қазақ елі аман болсын.